Әлемде көрінбейтін ұшақтар бар ма? Бауырым, көрінбейтін ұшақтар бар десем сенесің бе? Көрінбейтін ұшақтар жайлы жалпы естіп көрдің бе? Жалпы көрінбейтін ұшақтар әуе кеңістігін барлайтын радиоэлектрондық жабдықтар мен көру индикаторларында көрінбейді десем түсінбей қалатын шығарсыздар. Ендеше баршамызға түсінікті тілмен айтайын, көрінбейтін ұшақтар деп айтып жатқанымыз негізі көзге көрінеді. Бірақ диспетчерлердің ұшақтарды бақылап отыратын арнайы аппараттарында, арнайы радарларында көрінбейді. Себебі көрінбейтін ұшақтың сырты радио толқынды жұтатын немесе шағылысқан жағдайда бағытын қисайтып жіберетін арнайы қабатпен қапталады. Және олардың пішіндері де ерекше болады. Сол себепті ондай ұшақтар диспетчерлерге көрінбейді. Осындай көрінбейтін тәсілді заманауи әскери ұшақтарда қолданады. Ондай ұшақтардың ең үлкен пайдасы жауларымыздың көзіне түспей, әуе шабуылын сәтті орындап шығуымызға септігін тигізеді. Алайда бұлардың екі кемшілігі бар. Біріншіден, ұшақты құрастыру өте қымбат бағаға түседі. Ал екіншіден, бұл әдіс локаторға, яғни ұшақтарды анықтағыш антеннаға жақындаған кезде диспетчерлерге көрініп қалады. Ақпарат ұнаған болса, бауырым, арнаға тіркел, видеоға лайк бас. Біздің арнада тағы да қызықты мәліметтер бар.